Баршаңызға қайырлы күн, әр атқан таңыңыз берекелі болсын. Мен сіздермен бүгінгі таңда үш құрманың ағзаға өте пайдалы екенін бөліскім келіп отыр. Ғалымдардың айтуы бойынша Айша анамызға жеткен, кімнің үйінде тұрақты құрма тұрса, ол үйде береке болады деген. Яғни жемесеңіздер де үйде құрма тұру керек, жын-жайдан, бәле-жаладан қорғайды екен. Сол себепті мен сіздермен күніне 3 құрма жеп қана ағзаға қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенде жөн көріп отырмыз. Бірінші, құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екінші, фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Үшінші, ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кемде-кем кездеседі екен. Төртінші, құрма құрамындағы магний бүйректе тас жиналуын алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Бесінші, жарақаттанған немесе күйген жерге ішіндегі жұмыртқасын жақса тез жазылады. Алтыншы, дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қайнатып, жандар мен туберкулез дертіне шалдыққан көбірек жеуге кеңес береді. Жетінші, құрма иодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Сегізінші, қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Тоғызыншы, құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Оныншы, құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, сауықтырудың алдын алады. Егер менің каналым сіздерге пайдалы, арнам ұнап жатса, лайк басып тіркеліп қолдай кетіңіздер. Мен бұдан да әрі пайдалы жеміс-жидектер түрін, яғни денсаулыққа пайдалы, қажетті пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Қолдай кетіңіздер, алдын ала рахмет.